Әлемдегі сіз білмейтін құпиялар, қызықты деректер мен тың ақпарат ғаламатта Арай Райспен. Планетамыздағы ең қауіпті ағаштар, жидектері мен көзіңізді ашып жұмғанша өлімге әкелетін рекордтар Гиннесіне кірген қауіпті ағаштар туралы баяндаймыз бүгінгі шығарылымда. Ақпарат қызық па? Онда жай ғана арнамызды көріп өтпей, тіркеліп, комментарий басып, лайк басуды ұмытпа. Себебі сенің үліпілің біздің одан да қызықты жаңа контент жасауға өте маңызды. Көк аконит. Сізге қарағанда ешқандай зиянсыз болып көрінуі мүмкін. Бірақ тамыры мен шөбі нағыз улы, адам өміріне қауіпті шөп болып табылады. Ежелгі кезде көк аконитті садақтың жебесіне жаудан қорғану үшін улы зат ретінде қолданған. Екінші бір айтатын факт. Оны қасқырды өлтіруге, аулауға, жануарларды аулауға қолданған. Сондықтан да ел ішінде қасқыр акониті деп аталып кеткен. Ұзақ уақыт бойы аконитті көп елдер өсірмейді, ұстамайды, тіпті оны қауіпті деп санаған. Бірақ Ұлыбританияда 33 жастағы бағбаншы ешқандай ескертулерге қарамай өзінің бақшасында өсірген, және де сол акониттен қайтыс болды деген дерек бар. Кейбір болжамға қарағанда ол сол аконитті ұстап және дәмін татып көрген. Негізі эксперимент ретінде шын мәнісінде зиян екенін көрген, содан кейін мерт болған деген болжам бар. Аконитті көбінде улы заттарға бұрынғы кезде адам улауға, жаудан қорғануға қолданған. Дерево самоубийца. Атының өзі жай ғана ағашқа берілетін ат емес екенін біліп отырсыз ғой, иә? Бұл ағаштың қаупі оның жемісінде. Жемісі бір қарағанда алма тәріздес. Тіпті тікенектері де жоқ. Жеген кезде бірден жемісті жарты бөлігін жеген күннің өзінде өлімге алып келіп соқтырады. Ал аз бөлігін жегеннің өзінде диарея, жүректің қатты соғуы, құсу, жүрек айну секілді жағымсыз әсерге алып келуі мүмкін. Дурман обыкновенный. Орыс тіліндегі аудармасын қарайтын болсақ, ешқандай күмән туғызбайтын зиянсыз ағаш секілді. Ағылшыннан аударғанда друг дьявола. Атауы қандай қорқынышты, иә? Бұл ағаштың ең бір қорқыныштысы оның жидегінде, яғни жемісінде. Жемісі алма тәріздес болып келеді. Жеген тәтте бірден сіз уланасыз, есіңізден алжасасыз, дәл сол мезетте паралич тудыруы мүмкін. Аз мөлшерде жегеннің өзінде сізге осындай әсер береді. Ал көп мөлшерде жесеңіз, кенеттен сол жерде мерт боласыз. Көбіне бұл ағашты Европада және Ресей мемлекетінің кейбір өңірлерінде кездестіруге болады. Оголоховое дерево. 18 ғасырда оңтүстік шығыс Азия аумағында зерттеушілер осы ағашты улы деп табады. Қалай дейсіз ғой? Саяхатшылар зерттеу жүргізіп жүреді де, кешкілік уақыт бір жерге қонбақшы болады. Сөйтіп отын жару үшін, тамақ пісіру үшін белгісіз бір ағашты бұталай бастайды. Сол кезде балтамен жарып жатқан кезде су тәрізде токсин бөлінеді. Сол жердегі бірнеше адамға ағаштан бөлінген токсинді шырынның әсерінен қолдарын күйік шалған. Ал екеуінің көзі мүлдем көрмей қалады. Олар бірне кенеттен сол жердегі үстілерін сумен жуып, сол ағашты отынға пайдаланбады. Себебі олардың болжамы бойынша уы арқылы да токсин бөлінуі мүмкін еді. Бірақ қуанышқа орай екі көзі көрмей қалған зерттеуші біраз уақыттан кейін көз жанарлары қайта қалпына келеді. Алайда денелерін зақымдаған кісілердің үстіндегі балдырлар ұзақ уақытқа шейін кетпейді. Оголоховое дерево содан бері әлемдегі ең улы және қорқынышты ағаштар қатарына кірген. Достар, сіздерге ақпарат қызық болып жатыр ма? Онда біздің арнамызға тіркеліп, міндетті түрде комментарий қалдырып өт. Оголоховое дерево Индонезияда, Камбоджада және Азия елді мекендерінде өседі. Челебуха. Бір қарағанда өте күлкілі атау секілді. Ешқандай зиян болмауы мүмкін. Алайда челебуханың жемісі әлемдегі ең зиян ағаш қатарларына жатады. Оның жемісінде стрихнин уы бар. Оны Европа елдерінде кездестірмейсіз, әсіресе ол Азия мен Африка өңірлерінде көп өседі. Алиандр өте әдемі өсімдік. Басқаларға қарағанда ол өсімдікті бақшада қарапайым өсімдіктермен бірге өсіреді. Бірақ оны өсіруде қарапайым ережелерді сақтауыңыз дұрыс болады. Міндетті түрде оны қолбақпен ғана ұстау керек, себебі ол улы токсиндер бөледі. Улы бөлінетін токсин адамның жүрегіне, жүрек тамырларына, орталық жүйке жүйесіне әсер етеді. Кейбір жағдайда токсинді сіз мөлшерден көп пайдаланып немесе денеңізге сіңген уақытта жүректі тоқтатуы да мүмкін. Европаның жылы өңірлерінде, Ресей мемлекетінің КСРО елдеріндегі көптеген өңірлерде кездеседі. Толстоножковый воронец.
ойыншақ қуыршақ. Ел арасындағы атауы осындай. Себебі оның жидектері қуыршақтың көзіне ұқсайды. Өте сүйкімді, бір қарағанда ешқандай зиян туғызбауы мүмкін. Бірақ ең зиянды жері де осы жидекте. Жидекті жеп немесе қасында тұрып, тіпті қолыңыз тиіп кетсе, қан тамырын тоқтатып, қан тамырын қысып, жүректі тоқтатуы мүмкін. Бірден сіздің жүрегіңіздің талмасын дәл сол жерде ұстатуы мүмкін. Алайда тағы бір қызық жайт, оны жейтін құстар бар. Ерекше иммунитеті бар құстардың бұл жидек көзін жеген кезде ешқандай қиындық туғызбайды. Және дәл сол құстар осы талдың жидегімен қоректенеді деген ақпарат бар. Аулаңызда өсімдік өсіргіңіз келе ме? Онда осы бейнені қайта-қайта қарап алыңыз. Өзге елге барғанда бейтаныс ағаштар мен өсімдіктердің қасына жақындамаңыз. Түрі әдемі болғанымен улы болуы мүмкін. Демек, ол сіздің өміріңізге қауіпті. Арай Райс ерекше арнадағы ерекше ақпарат.